Армысыздар ардактуу агайын. Улуттук валюта күнүнө арналган акпараттык бейне ролигибизди баштоого уруксат этиңиздер. Теңге Казакстандын улуттук валютасы. 15-караша Казакстанда улуттук валюта күнү. 1993-жылдын осы күнү акча айналымы толуктай теңгеге ауысты. 1992-жылдын көктөмүндө улуттук валютаны энгизүү үчүн купуя комиссия мен чыгармачылык топ курулду. Банкноттардын 4 түрлүү дизайны жасалды. Банкноттардын алгачкы чыгарылымында Казакстандын тарыхый тулгалары мен олардын чыгармачылыгы, көне орундар мен эл табигатынын көрүнүштөрү бейнеленди. 1993 жылгы 15-караша күнү саат 8:00 Казакстанда улуттук валюта энгизилди. Валютаны ауыстырууга 5 күн кетти. Калык бою 500 рубльге 1 теңге сатып ала алды. Ал 1 АКШ доллары 4,75 теңге болду. Тыйындар 1ден 100 теңге бастапкыда металлдан жасалуу керек эди. Бирок завод жыл соңуна дейин кажетти минута көлөмүн чыгара алмагандыктан кагаз банкноталар да пайда болду. 1994 жылы айналымга металл тыйындар мен 500 және 1000 теңгелик банкноталар энгизилди. 1995 жылғы Казакстан Республикасынын банкнот фабрикасы мен теңге сарайы ашылды да 1993 жылғы үлгүдөгү 1, 3, 5, 10 және 20 теңгелик монеталар айналымга кирди. Теңге атауы орта гасырлык түрктөрдүн денге немесе танга сөздөрүнөн чыккан. 1996 жылы 2000 теңгелик банкнота шықты. 1998 жылы 1, 5, 10, 20, 50 теңгелик монеталар және де 5000 теңгелик банкнота айналымга кірді. 2001 жылы 1993 жылғы темір теңгелер айналымнан шығарылды. 2002 жылы 100 теңгелик монета колданысқа кірді. 2003 жылы 10.000 теңгелик банкнота пайда болды. 2005 жылы 2 теңгелик монета айналымга кірді. 2006 жылы 200 теңгеден бастап 10.000 теңгеге дейінгі банкноталар жаңарды. 2007 жылы теңге сыйымбулы енгізілді. 2009 жылы қолма-қол емес төлемде ғана 9 жылдан бері пайдаланып келген тыйындар, құжаттар мен есептерде дөңгөлөктеніп төлем құралы ретінде күшін жоя бастады. Теңге әлемдегі жалғыз екі тілдегі валюта. 2011 жылы 5000 және 10.000 теңгелік банкноталар жаңарды. Соңғы шыққан үлгілерді халықаралық қағаз ақшаларды жинаушылар қауымдастығы жыл банкнотасы деп марапаттады. 2012 жылы 5 теңгелік банкнота жыл банкнотасы болып марапатталды. 2013 жылы 1000 және 2000 теңгелік банкноталар жаңарды. Бұл жолы 1000 теңгелік банкнота жыл банкнотасы атанды. 2003 жылы ұлттық валютаның 20 жылдығына орай 20.000 теңгелік естелік банкноталар шығарылды. Бірақ олар айналымға кірген жоқ. Бірақ 2015 жылдың 1 желтоқсанында 20.000 теңгелік банкноталар айналымға енгізілді. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Ұлттық валюта күні құтты болсын. Теңгеміздің құны түспесін. Аман сау болыңыздар.